Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ішекті қалай тазалаймыз, сол туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қойды ұмытпаңыздар. Адам орта есеппен 70 жыл өмір сүреді десек, осы уақыт ішінде ішек арқылы шамамен 100 тонна тамақ және 40 мың литр сұйықтық өтеді. Нәтижесінде ішекте 15 килодан астам несеп тастары, ағзаға зиян келтіретін улы қалдықтар жиналады. Жиі іш қату, зат алмасудың бұзылуы, қант диабеті, аллергия, артық салмақ, бауыр мен бүйректің ауруы, есту мен көру қабілеттің нашарлауы тері ауруларының ішектің ластанғаннан хабар береді. Клизманың көмегімен тоқ ішектің кішкене бір бөлігін тазалауға болады. Ол дегеніміз 40-50 см. Ішекті аппараттармен жуу біріншіден өте қымбат болып келеді. Екіншіден біраз уақытты қажет етеді және ішек микрофлорасын бұзады. Небәрі 1-2 шай қасық зығыр тұқымынан жасалған ұн 2-3 аптаның ішінде тоқ ішек пен аш ішекті көп жылдық қоқыстан толық тазартады. Әр ішек микрофлорасының ешқандай кері әсерін тигізбейді деп жазады Ауырмаңыз газеті. Бұл әдіс салмақты тез қалыпқа келтіруге және артық салмақтан арылуға да көмектеседі. Зығыр тұқымынан алынған ұн токсиндер мен шлактарды ағзадан шығарып, қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Ол антипаразиттік қасиетке ие, гельминттер, саңырауқұлақтар және вирустарға қарсы әсер етеді. Қолдану нұсқалары: жоғарғы тыныс алу жолдары, асқазан ішек жолдарының шырышты қабығының қабыну процестері, гастрит, асқазан мен 12 елі ішектің ойық жарысы, зәр шығару жолдарының аурулары, пиелит, цистит деген сияқты, артық салмақ, липид алмасуының бұзылуы. Профилактикалық мақсатта күнделікті қолдану үшін тиімді. Қолдану тәсілі: антипаразиттік қасиеті бар тағамдарды дайындау үшін 1 порцияға 1 шай қасықтан қолданылады. Ішекті тазалау үшін мына ретте қатаң сақтану қажет. 1 аптада күн сайын 1 шай қасық зығыр ұнын 100 грамм йогурт немесе айранға араластырып ішу қажет. 2-ші аптада зығыр ұнының 2 шай қасығымен 100 грамм йогурт, қаймақ немесе айранға қосып қабылдайсыз. Бұл қоспаны таңғы ас орнына қабылдайсыз. Тоқ және аш ішектер несеп тастарын паразиттерден тазартады. Сонымен қатар ішек микрофлорасын толық сақталады. Ішекті тазарту кезеңінде міндетті түрде күніне 2 литрдай су ішіңіз.